Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Достар, мен 8 мартқа заказға осындай вупи-пай тортын заказ етті. Жасалу рецепті өте оңай, өте дәмді шығады, өте тез дайындалады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен сары майға шоколадты салып, газға ерітіп қоямыз. Мен бұл жерде үлкен торт жасау үшін 2-2,5 есе көбейтіп алып отырмын. Бірақ рецепттің толық нұсқасын, толық рецепттің грамдарымен бір торттық қанша заттар керетінін описаниеге жазып кететін боламын. Бисмилля деп, ең алдымен жұмыртқамызды қантпен миксерлеп аламыз, жақсылап шайқаймыз. Содан соң ұнды, какаоны, разрыхлительді осылай жақсылап араластырып аламыз. Миксерлеп жатқан жұмыртқамыздың үстіне еріген сары май мен шоколадымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Мың шоколадымыз бен сары май осындай болады. Осыны үстіне құйып, суығаннан кейін. Содан кейін тағы да шайқаймыз, миксерлейміз. Осындай қоңыр болып шығады. Содан соң ұнымызды, какаомызды, разрыхлителімізді араластырып қойдық қой. Сол қоспамызды осылай салып, тағы да миксерлейміз. Қоюланып бастайды. Осындай болып қоңыр болып, әдемі цвет шығады. Мына осындай қою қаймақ тәрізді болады. Содан соң пергаментный қағазға қасықпен салып, тегістеп, бір тексетіп жайып, печкада 7-8 минутта пісіріп алып отырамыз. Әр коржды бөлек-бөлек пісіріп аламыз. Содан соң шеттері тегіс емес болса кесіп аламыз. Сосын кремін дайындау үшін бізге міндетті түрде сливки 33%, немесе 35%, сосын маскарпоне, сыр, сосын сахарный пудра керек болады. Бұл үшеуін миксерлегенде осындай әдемі крем шығады. Кремнің толық рецептін тоже астына жазып кететін болам описаниеге. Сосын дайын болған кремізді осылай әдемі етіп жағып шығамыз. Әр коржға үстіне коржды қойып, тағы да осылай жағып шығамыз. Содан соң бетін басқаша әрлейтін боламыз. Мын жанынан қарағанда осындай өте әдемі торт. Енді тек бетіне мен шоколадты ертіп құямын. Шоколадпен кішкене сүт қосып, осылай ертіп құйып аламын. Содан соң бетіне әртүрлі фрукты қойсаңыздар да болады. Печеньелер, конфеттермен әртүрлі әрлесеңіздер де болады, және креммен. Мен жай ғана осындай печеньемен ғана сәндеп қоятын боламын. Классический. Өте әдемі, дәмі тіл үйреді, жасалу өте оңай. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Рахмет.